Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен бүгін қарапайым творожный сыр қажет етпейтін шоколадты өте дәмді торт рецептісімен бөлісетін боламын. Келесі видео рецепттарды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Және де видео рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бисквиттің дайындауын бастаймыз. Ол үшін жұмыртқа салынып тұрған ыдысқа қант, шымшы тұз салып, миксермен жақсылап шайқайтын боламыз. Біздің жұмыртқалы масымыз көлемінде ұлғайып және ағарып шығуы керек. Мінеки осындай ағарып шығады. Содан соң біз ұнға какао және қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқалы масымызға су қосып, ұнды електен өткізіп алатын боламыз. Ақырындап лопаткамен астынан үстіне қалай араластырып аламыз, немесе венчикпен де араластыруға болады. Менің форманың диаметрі 26 см. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитті тексеру үшін тіс тазалағышпен тексеріп аламыз. Егер де біздің тіс тазалағымыз құрғақ болып шықса, бисквитіміз дайын дегенді білдіреді. Бисквит духовкада піскенше біз заварной кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа салынып тұрған ыдысқа қант, ванилин салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң крахмалымызды қосып, осындай біркелкі масса болғаннан кейін үстіне сүтті құйып, венчикпен тағы да араластырып алатын боламыз. Кастрюльге құйып, ең аз отта лопатканың көмегімен қоюланғанша дейін қайнататын боламыз. Мінеки біздің заварной креміміз дайын. Мен оны толығымен бөлме температурасына дейін суытып алдым. Және тағы да бір айтып кететін жайтымыз, біздің қолданатын сары майымыз және заварной креміміз бір температура болу керек, бөлме температурасы. Сары майды жақсылап 2-3 минуттай миксермен шайқайтын боламыз. Тек содан соң заварной кремді аз қасықпен біртіндетіп салатын боламыз. Бисквитті толығымен суытып, формадан шығаратын боламыз. Ал енді тортты дайындаймыз. Ол үшін бисквитті 2-ге бөліп, кольцода немесе сол формада жинауға болады. Торттың бетіне сүтті пропитка ретінде қолдандым. Содан соң бетіне заварной кремімізді тегістеп жайып шығатын боламыз. Бисквиттің екінші бөлігін кремнің бетіне қойып, полиэтиленмен жақсылап орап шығамыз. Пропиткаге тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді глазурін дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майды және шоколадты газдың бетінде ең аз отта ерітіп алатын боламыз. Немесе сізде микроволновка болса, микроволновкада да ерітіп алуға болады. 2,5 сағаттай өтті. Біздің шоколадты глазурімізді бетіне лопатканың көмегімен жайып шығамыз. Содан соң шанышқының көмегімен шоколадтың бетін осындай әдемілетіп узор істеуге болады. Бірақ ол өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Тағы да бір айтып кететін, осындай тортты мерекелік дастарханға немесе туған күнге пісіріп көруге кеңес беремін. Ең бастысы қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Және де достар, менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәметкен.